Апат айтып келмейді, бірақ қайтып келетініне осы апта тағы көз жетті. Неге бейғам қалдық? Түркістандағы тілсіз жау тұтас әулетті алып кетті. Ол үйге де негізі жеке құрам аралап шыққан. Бірақ енді өрт тілсіз жау, оған енді төтеп беретін тек өз үй иелері. Мемлекет басшысы бірден реакция танытып, үкіметтік комиссия құрылды. 2 айға жетер-жетпес уақытта тұрғын үй секторында 870 өрт тіркелген. Басым бөлігі қарабайыр қателіктер. Бірі пеш тұтатып, ұйықтап қалған. Енді бірі төсекте темекі тартып, қалғып кеткен. Соңғы 5 жылда тұрғын үйлерде 35 мың өрт тіркелген, 1354 адам ажал құшты. Осындай жекеменшік үйлерді тексеру, бақылау, қадағалау құзыреті бар ма сіздерде? Біздің азаматтық қорғау туралы заңына сәйкес тұрғын үйлер мемлекеттік бақылау көзделмеген. Түтінге реакция беретін датчиктер мысалға, неге барлық үйге орнату міндеттелмейді? Жалпы министрліктің тарапынан осындай ұсыныстар түсу мүмкін бе? Қазіргі таңда біз тек халықтың әлеуметтік осал топтарына сондай датчиктер орнатып жатырмыз. Сақтандырудың жоқтығы ма, әлде салғырттық па? Бүгін өрт қауіпсіздігін қаузаймыз. Армысыз әлеумет.